Испанияның бір әдемі қаласында моргта қызмет ететін жігіт, өзінің достарымен бірге қайтыс болған қыздың мәйітімен жыныстық қатынасқа түседі. Бірақ осы оқиға соңында қайғылы жағдайға алып келеді. Сәлем достар, бүгін сіздерге 4 ұйықтасаң түсіңе кіріп шықпайтын фильм жайлы шолу болады. Фильмді бастамас бұрын достар, каналға тіркеліп, лайк және қоңырауды баса кетейік. Фильмнің басында Пауло атты жігіт, Анна есімді әдемі актрисаның мәйітін алып бара жатыр. Жігіт осы актрисаны фотоға түсіріп алып, достарына мессенджер арқылы жібереді. Екі досы кешкі вечерге бара жатқан еді. Олар достарын алып кету үшін Паулоның жұмысына келеді. Бұлар далаға шығып сыра ішеді. Достары жаңағы сурет жайлы сұрай бастайды. Ал Пауло қыз жайлы барлығын айтып береді. Спирттік сусынға тойып алған достары мәйітті көрсетуін сұрады. Пауло достарына бұл өте қауіпті жағдай, мен үшін деп ескертеді. Достары қоймай сұрағаннан кейін апаруға бел буады. Солай ол достарын моргке алып кіреді. Жігіт бір мәйітке апарып бетін ашып көрсетеді. Достары қатты шошып кетеді. Содан келесі Аннаның бетін ашады. Иван досы қызық көргеннен қыздың көкіректерін ұстай бастайды. Иван достарына тағы есірткі шегуге тартады. Және досынан Иван өлі қыз бен тірі қыздың арасында жыныстық қатынаста айырмашылық бар ма деп сұрайды. Пауло жоқ, осы жақында жаңағы келген қызбен жыныстық қатынасқа түскенін айтады. Иван осы іс-әрекетке қатты қызығады. Екінші досы бұл ойынан тайғанын сұрайды. Бірақ Иван бой беретін түрі жоқ. Солай екі досын шығарып жіберіп, Иван өз ісіне кіріседі. Ол ісін аяқтағаннан соң Паулоға кезекті береді. Пауло үстіне шығып бастап қатты ләззатқа бөлінген кезде қыз тіріліп кетеді. Қыздың көзі ашылып тұрғанын көрген жігіт үстінен айғайлап секіріп түседі. Достары қасына жүгіріп келеді. Ал Хави болса қызды киіндіре бастап, дәрігерді шақыруын сұрайды. Екі досы дәрігер шақыруға асықпайды. Себебі оны зорлағанын өз көзімен Анна көрді. Шыққаннан кейін полиция қызметкерін шақырады деп қорықты. Сол сәтте моргке тағы бір адамды алып келеді. Жігіттер светті өшіріп тығылып қалады. Қыз болса әлі қозғала алмайды. Жігіттер ізді қайта өлтіру керек дейді. Бірақ Хави бұларға қарсы, дәрігерді тез арада шақырамыз дейді. Қызды итеріп есіктің қасына апарады. Бірақ есікті сыртынан кіртеп кеткен екен. Содан Хави мен Иванның арасында төбелес басталып кетеді. Хивиді ұрып басын жарып тастайды да, сасқалақтағаннан келесі бөлмеге апарып сәл шыда, больницаға апарам деп тастайды. Сол сәтте анасының мәйітін көргісі келген әріптесі кіріп қалады. Оны алдап шығарып жібереді. Солай Хави досы көп қан жоғалтқаннан қайтыс болады. Енді Аннадан қалай құтыламыз деп екеуі сөз байланыстыра бастайды. Ал Пауло шоққа түсіп қалған. Иван оны қабақтыға қамаламыз бұл ісімізбен деп көндіре бастайды. Анна осы сәтті пайдаланып жерге домалап түсіп, Хавидің телефоны арқылы әкесіне қоңырау шалады. Жігіттер кіре қалып телефонын тартып алады. Қыз, әкеме телефон соқтым, тірі екенімді айттым. Бірақ сендер жайлы еш сөз айтпадым дейді. Екеуі қызға сеніп қызды дәрігерге апара жатады. Жолда Хавидің телефоны шырылдайды. Телефонды қараса қыздың әкесі екен. Ал Анна хабарласқанда қоңырауды алмаған екен. Оны білген жігіттер қызды қайта бөлмеге алып кіріп, қыздан бір жола құтылуды шешеді. Пауло қыздың аяқ қолын байлайды. Иван қоқыс жәшікті сырттан алып кетуге шығып кетеді. Пауло қызды байлап, досы Хавидің қандарын жууға кетіп қалады. Аяқ қолын тіспен тістелеп шешіп, лифттің алдына дейін жоғалап барады. Иван оны байқап қойып аяғынан тартып қайта бөлмеге алып келеді. Пауло әлі екі ойлы болып, Иванды бұл ісінен бас тартуды сұрайды. Иван өлтірмесек, полицияға Хавиді сен өлтірдің деп айтамын деп қорқыта бастайды. Жігіттер қолына орамал алып, қызды тұншықтыра бастайды. Қыз көп шыдамай талып қалады. Қызды көтеріп орнына жатқызып, Пауло үстін тазалай бастайды. Иван Хавиді жәшікке салып сыртқа шығып кетеді. Пауло қызды ақ матамен жауып кете бергенде, қыз жөтеліп жібереді. Жігіт қыздың бетін ашып, сен өзіңді өлгенге ұқсатпай қой, мен бәрін біліп тұрмын дейді. Иван келе жатқанын біліп, қызды қайта бетін жауып, мен Иванды алып кетем, дыбысынды шығарма дейді. Жігіт Иванды алып кетуге тырысады, бірақ ол кетуге мүлдем асықпайды. Мен бірдеңенің жүріс болмағанын сезіп тұрмын дейді.
Ол қалтасын тексеріп, өзінің кредит картасын тастап кеткенін айтады. Олар картамен есірткіні шеккен еді. Иван қайта артқа бет бұрады. Картаны алмасам мені бәрі біліп қояды деп. Ішке кірсе қыз киініп жатады. Ол Паулоға қатты ашуға келіп, Паулоны қылқындыра бастайды. Әлсіз жігітті жерге құлатып, оны тепкіге алады. Сол мезетте артынан Анна келіп қайшымен артынан салып кеп жібереді. Ол не болып кетті деп артына қараған бетте мойнына қайшыны тығып оны құлатады. Иван сол жерде өледі. Пауло есін білмей қорқып тұрған кезде Анна оғанда қайшыны тығып алады. Пауло құлайды, Анна болса қасына отырып өлгенше ішіне қайшыны тыққыштай береді. Осылай кино өз мәресіне жетеді. Достар, фильм жайлы өз ойыңызды бөлісіп, каналға тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп кетейік.